Ассалаумалейкум, баршаңызға бүгін сіздермен ашытқысыз пирожки жасайтын боламыз. Алдымен бір дана жұмыртқаны 400 граммдық ұнға саламыз. Пищевая сода деп айтылады, кейбір жерлерде нан сода дейді. Соны шай қасықпен кішкене мөлшерде ғана алып, оның бетіне осылай себеміз. Енді осы үшеуін жақсылап араластырамыз. Прямо жұмыртқасы бір-бірімен ұнмен жақсы араластырамыз барлық жеріне. Осылай дайындап аламыз. Енді осы қамырымызға құятын суды дайындаймыз. 200 мл ыстық суда бір қасық, ас қасықпен видеода көрсетілгендей тұз саламыз. Одан кейін қант саламыз. Тура сондай мөлшерде болу керек. Оны жақсылап араластырамыз. Күнбағыс майынан, сұйық өсімдік майынан 2 қасық құямыз. Ас қасықтан 2 қасық құямыз. Осыны жақсылап араластырамыз. Тұзы қанты ергенше араластырамыз, өте жақсы болады. Енді осы бағана араластырған ұнымызға жаймен суды құйып, қатты қылып илейміз қамырды. Қатты қолмен қысып илеп, бешбармақтың қамыр сияқты қатты болғаны дұрыс болады. Осы қамырды қолмен дөңгелеп шығамыз. Bir-birine жабыстырып. Дөңгелеткен қамырымызды таза жаңа пакетке, яғни салфанға салып 15-20 минуттай тындырып қоямыз. Екі қанғанша. 15-20 минуттың ішінде біз картошкамызды, яғни салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге картошканы алдымен ашып аламын өз басын. Ашымайық бірден пісірсеңіздер де болады. Мен сыртын тазалап алып барып пісіремін. Мен үшін осылай істеу оңай, әрі тез піседі. Картошкамызды ашып болғаннан кейін осылай кішкентай бөліктерге бөліп, турап пісіретін боламыз. Сол кезде тез піседі, әрі өзімізге де ыңғайлы болады. Плитамызды қостық, суды құямыз. Суды өздеріңіз білесіздер, қанша мөлшерде құйсаңыздар, бірақ картошкадан асып тұру керек судың мөлшері. Кейін піскеннен кейін суды төгіп тастайсыздар. Bir жарты қасықтай қасықпен тұз салдық. Картошкамыз пісті ма қараймыз. Ол үшін вилкамен немесе пышақтың ұшымен түртіп көрсеңіздер болады. Кішкене тұру керек екен. Бізде картошкамыз пісіп дайын болды. Оған қара бұрышты себеміз. Сармайды немесе сүтті құйсаңыздар да болады, өте дәмді болады. Егер де бағана тұз салғанда тұздарыңыз кем болса, дәл осы кезде тұзды салсаңыздар болады. Жақсылап езіп аламыз. Жақсылап араластырамыз. Бізде қамырымыз 15-20 минуттай өтті. Енді пакеттен шығарып, иі қанды көрдіңіздер. Осыны бөліктерге бөліп аламыз. Мен өз басым 4 бөлікке бөлдім. Қандай мөлшерде өздеріңіз білесіздер, кішкентай үлкен.
қонаққа, дастарханға қоятын болсаңыздар, кішкентай мөлшерде пісіргендеріңіз әдемі көрінеді. Осылай домалатып аламыз қамырымызды. Осындай кішкентай мөлшерде кесіп аламыз. Мен осылай дайындап қойғанымыз өзіміз үшін жақсы болады. Бұлар жабысады десеңіздер, ұн сепсеңіздер болады. Азғандай мөлшерде пакетке салып бөлек қойып қойдық. Енді қамырды жайып жатырмыз. Өте жұқа қылып жайсаңыздар тіпті керемет. Қалың болғаннан жұқа болып піскен әдемі болады. Жеген кезде өте дәмді болады. Жайыңыздар. Салмасын салдық. Енді шетін әдемілік үшін бір жағынан ішіндегі картошкасы шығып кетпеу үшін осылай вилкамен басып шығамыз. Жан-жағын барлығын басып шығамыз. Бір жағын ғана бассаңыздар жетеді. Екінші жағы керек емес, баспай қойыңыз. Мінекей. Газ болса газ, осындай плиткамыз болса плиткамен пісіріңіздер. Отты қыздырып қоямыз, қатты қыздырамыз. Өте қатты мөлшерде емес, астын жай қоямыз. Өте баяу отта пісіреміз. Баяу температурада пісіреміз. Сол кезде барып әдемі осындай көпіршік сияқты болып шығады, әдемі болып тұрады. Ал егер градус өте жоғары болса, онда тез пісіп кетеді, екі жағы да бірдей. Бірақ қамыры күрделі болып піседі. Сондықтан өте баяу отта пісіріңіздер. Мінекей бізде пісіп қалды. Қараңыздаршы, өте әдемі болып шықты. Сіздерге де кеңес беремін. Осылай пісіріп көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен өте керемет, өте дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздерге тағы бір кезекті пісіріп көрсетейін. Өте ыңғайлы, өте дәмді болып пісетін рецепт. Пісіріп көріңіздер. Сіздерге кеңес беремін. Осылай отбасыларыңызға, қонақтарыңызға пісіріп берсеңіздер өте керемет. Мінекей пирожкилеріміз дайын, ешқандай ашытқысыз, өте дәмді болып шығады. Қараңыздаршы, өте керемет, өте жұмсақ, бөлінген өзі көрініп тұр, қалмай жұмсақ екені. Сіздермен бірге болған Шолпан. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, мені сақтап алыңыздар.